Байлық. Бір жарлы жігіт жас күнінде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей екенін айтып, мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктерінің көбі бай болып, біреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады. Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің, дейді ұстазы. Сенің денің сау, қол-аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың, деп шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрайды. Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің? Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеспін, дейді жігіт. Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды, дейді ұстаз. Мен бұларды дүниенің малына айырбастамас едім, дейді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып, жарлымын дейсің, дейді. Ал балалар, сендерге тақырып толық түсінікті болды ма? Қалай ойлайсыңдар балалар? Сендердің ойларыңша ұстаздың айтқаны дұрыс па, әлде шәкіртінікі ме? Жалпы байлық деген не? Және оны қалай түсінесіңдер? Қанекей, біртіндеп жауап берейік. Жауап беріп болсақ, кітаптағы 4-5 беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Ал балалар, келесі сабаққа өту үшін алдымен маған лайк басып, тіркеліп, астына ұнаса комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңдар.